Менің күйеуім Нұрмұханов Самат Аманович 77 жылғы 15 январь митингқа қатысты деп алып кеткен болатын. Митингқа 5 күні барған рас. Азаттыққа сөйледім деді. Мұңымды айттым деді. Азаттықта видеосы бар. Бірақ өзінің сөйлегені жоқ. Артында сөйлеп тұрған адамның артында тұрғаны бар. Болды. Сөйтіп 15-і келіп алып кетеді. Одан кейін күйеуімді көрген жоқпын ғой. 272 екінші баппен жатыр. Сондай айып тағып жатыр. 8-і көрдім. 8-і ғана рұқсат берді. Бізде азаматтық неке болғаннан кейін маған қоғамдық қорғаушы берген жоқ. Тек қана одноразовый дейді ғой. Сондай ғана беріп отыр. Бір рет қана рұқсат берді. Одан кейінгі әлі рұқсат берген жоқ. Бүгін таңертең хабарласып едім. Келесі апта 9-ы шешеміз деді. Хат маған кешке қарай тиді. Қолыма маған күндіз звондады бір бала. Осындай срочно сізге күйеуіңіз хат беріп жіберіпті, Самат деген кісі деді. Сөйтіп оқытсам, барлығын толық оқып берейін ба? Иә. Ассалаумағалейкум Сандуғаш жаным, менің қал жағдайың, денсаулығың жақсы ма? Бала-шағаң, Біржан ұлым, қыздарым Нұрайша, Сәбикошым, құрсағыңдағы ұлым, өзің аппағым менің. Бір Алла біледі жағдайымыз қалай болатынын. Аллаға тапсырдым. Өзімді ақ қарасын шешіп ал деп. Аллаға тапсырдым деп жатыр. Өзің білесің, менің ниетім таза, ешкімге қиянатым жоқ. Қайта қалтамдағы ақшамды, дүниямды біреуге беріп қоймасам, оны жақсы білесің. Алаңға мирно шыққаным болмаса, мұңымды, жағдайымды айтуға басқа ешкімге қиянатым жоқ, ешкімді ұрмадым, я қол ұшымды ешкімге тигізбедім, ештеңе сындырмадым, я өлтірмедім, үкіметке қарсы шықпадым. Сен білесің, мен өз отаным, халқым үшін, біздің президент үшін керек болса жанымды беруге дайынмын. Ниетім адал. Елімізде бейбітшілік заман болсын, бала-шағамыз жақсы өмір сүрсін, болашақ артымыздағы ізбасар ұрпағымыз бақытты болсын деген ниет болды. Күнде дұғадан Алладан сұрап жатырмын дейді. Алланың бізге көзқарасы дұрыс болсын. Мен неге жазып жатырмын? Ең болмаса сен білсін деп маған қиын әрине. Жан дүнием жылады расымен, бірақ бұрын соңды бұндай күнге түспеп едім. Бұндай қорлықты көрмеп едім. ДВД-да қатты қорлады. Тоққа соқты, суға батырды, тұншықтырды. Предсмертие қағаз жазғызды. Өз-өзіме қол жұмсадым, шыдай алмай деп. Маған өз-өзіме, өз қолыммен өлім жазасын жаздырды. Я асылып өлім, я кесіліп өлім деп мен таяқтың астында жаздым дейді. Одан олар айтқан маған, қолыма граната ұстатып, отпечаткамды алып, қазір үйіңе апарып тастаймыз. Үйден таптық деп, содан әйел бала-шағаңды, аяғы ауыр әйеліңді әкеліп қорлаймыз деп берген қағаздарға қол қоя бердім. Әйел бала-шағаңды қорлайым деген ғой, соған қол қоя берген ғой. Одан кейін бізді тиіспесінші деп. Маған ештеңе оқытпады, жан жақтан тек ұра берді. Екі өкпемді кетірді, қызыл, қазір қан тоқтамай, жөтелсем бүйрексіп кетті. Бір апта қабырғамды бір аптадай қан құстым деп отыр ғой, зәремнен қан шығып жатыр дейді. Қабырғамды майыстырды, білгендерін істеп, ұрып, жасланды өлтірген, бірге түскен бауырларымыз қанатты да сөйтіп ДВД-да қорлаған. Сандуғаш адам баласы төзе алмайтын азаппен азаптады. Сөзбен жеткізе алмаймын. Тоққа да соқты, суға да батырды. Одан аяғымызды асып қойып, аяқ, қабырға, ішек, өкпе, бүйрек, бұрын бәрін түсірді дейді. Мен тек сендерді ойлап, әйтеуір ең болмаса сендерге тимесін деп
кесірім, сенің аяғың ауыр, сендерге кесірім тимесін деп, сенің аяғың ауыр, кішкентай Нұрайшамды, жанымды, Сәбикошымды, маған тартқан, Сәбикошы өзіне тартқан ғой, әкесіне тартқан, мінезі де маған тартқан дейді. Біржан ұлымды оқымай қол қоя бердім. Соңында осындай болды деп тұр. Кешір мені жаным, мен өз қара басымды ойламадым. Есіңде болсын, бала шағама айт, үйрет, мен кінәлі емеспін. Үкімет алдында мен кінәлі емеспін дейді, үкімет алдында дейді, ешкімге зияным тиген жоқ деп отыр ғой. Мен шаршадым қорлықтан. Соңғы демім таусылғанша сен барсың менде, маған сенетін жаным менің, аппағым күнім деп. Шаман келсе мына хатты оқыт бауырларға, мені танитындарға деп отыр. Мен сұрады деп бәріміздің маған көмектессін деп жатыр ғой енді, мына бала шағасына, өзін емес мен айтып отыр. Шаман келсе мына хатты оқыт бауырларға, саған көмегім берсін, бәріне айт, мен сұрады деп айт. Бірлік бар жерде, тірлік бар, бейбітшілік бар. Общественныйларға айт, журналисттарға айт, бәріне айт. Жасланды да осылай өлтірген, басына қан құйылып кеткен соққыдан. Мені танитын бауырларға айт, көмегін берсін саған. Мен ешкімге жала жаппадым. Айт, олардың алдында айтқаны өтірік. Олардың алдында айтқаны өтірік. Мына қорлаған адамдардың мен күйеуіме жала жауып отқандары өтірік деп отыр ғой. Сүйдім жаным, маған бірдеңе болса, мен өз-өзіме қол жұмсаған жоқпын. Қол жұмсамаймын. Өздері мені өлтіргені болады. Мен өлсем, мен өз-өзіме қол жұмсаған жоқпын. Өздері мені өлтірген болады деп отыр. Өз-өзіне қол жұмсаған үлкен кінә, білесің өзіңде. Калимамды айтып кете беремін. Болды, одан кейін жаным Нұрайша, Сәбира балаларын айтқан. Сүйдім деген әкелері Самат. Қазір ол кісіге ем қолды, ол 3 ай болды ғой уже. 3 ай әлі ауырып жатыр ол. Асқынып жатыр, ешқандай лекарство қабылдамаса, ызғар жерде жатса, өзі уже ұрып, басқа өлімнен басқа амалың жоқ деп тастап отыр оны. Мені кіргізбей жатыр, мен білмеймін оның жағдайын. Мысалы, ол кісінің құлағы ғана естімейтін, бір құлағы вообще естімейді, екіншісі аппаратпен. Кешегде барғанда, естідіңіз ғой, аппаратпен да естімейді, мен уже жазып, бүйтіп жауап беріп отырдым через окошко. Ол кісі оқып отырды, болды. Ал денсаулығы маған нақты ештеңе деп айтқан жоқ, мына жерім ауырады, ұрды соқты деп айтқан жоқ. Демалғанынан байқадым дейді, ақырын демді жібереді. Мынандай болып қалған ғой, тек қана үңірейген көзі қалған болды. Бақырайған көзі ғана қалған болды. Мен өзім шошып кеттім, танымай, басқа адаммен сөйлесіп отырғандай болдым мен. Даусымен мен тек күйеуім екенін. Енді ондай жағы түрі ұрған, синяк, анау, жыртылған, ондай емес. Ол шөгіп қалған. Ол қалай, ол 15-і алып кетті, неше күннің ішінде? 20 күннің ішінде ма? 15 күннің ішінде мынандай болып қалады ол адам. Үлкен бой ұзын еркек болатын, ірі. Маған адвокаты кездескен кезінде не айтады деп едім? Кездесуге келсе келсін, бірақ передача ештеңе бермесін, енді мені қиналмасын деп отыр ғой. Өзін күтсін, балаларды күтсін, мені алаңдамасын деп айтыпты. Мен бұл жерде барлық жағынан күмәнданып отырмын, шыны керек. Адвокаттан да күмәнданып отырмын. Мына хат жеткен, мына хаттың бұл жалобы жасайды беретін адам емес негізі. Мен күйеуімше қиыншылық көрген кісі ғой енді. Жалобы жасай беретін оңайлықпен мен жазып отқан жоқпын деп айтып отыр маған.
мен неге жазып жатырмын, маған ең болмаса сен білесің ғой деп отыр, оңайлықпен жазып отқан жоқпын деп отыр, жалып жасайтын адам емес. Бұның халі уже мүшкіл болып отыр ғой, кешіріңіз, қатты не болып отыр. Бұл мынау маған өлім қағаз, мен түсінбей отырмын қазір, мен барлық неше түрліге ойға кетіп отырмын. Бірақ сөздері, нелері менің күйеуімдікі. Ше? Жазған. Қол күйеуімдікі, иә. Мына жерде сүйдім Салима хан дегені күйеуімдікі. Мен Салима хан деп айтатын. Өзіміз бұның күйеуім алып кетпестен бұрын Әйгерімде тұрдық. Күйеуім алып кеткеннен кейін о жақтан көшуге мәжбүр болдық. Содан әрі жерде жүрдік. Мына жерге кеше ғана келдік. Айжан Хамид деген кісі көмектесті бізге. Сол халықтың көмегімен қазір отырмыз. Жалғыз асыраушымыз күйеуіміз еді. Басқа доход жоқ бізде. Үкіметтен ешқандай доход алмаймыз. Мен көп балалы емеспін. Мен тек қана күйеуім асырайтын болды. Органдардан таңертең Шапағат Әзімбаев па, Әзімов па, Шапағат деді атын. Фамилиясын ұмытып қалдым. Сол кісі хабарласты, сіздің күйеуіңіздің ісін біз алдық. Барып көреміз жағдайын, қалай болғанын бәрін қолымызға алдық дейді. Сіз уайымдамаңыз, болды дейді, болды. Общественный защитниктер жаңағы олар тек қана 18-ді кіре алады. Бағана хабарласты, 18-ді ғана кіруге рұқсат алдық деді. Ол бет албат о жаққа кіргізе бермейді. 18-ді ғана кіре аламыз деді. 18-ді қайда, біреу қайда. Маған қазір күйеуімнің жағдайын білуім керек. Мен дәл қазір маған күйеуімнің жағдайын білу керек. Бұл бекерден бекер емес, маған хат та келеді, запись та келеді. Жаңағы сандуғаш келсін деген. WhatsApp-тан айтып отыр. Мен айттым ғой жаңа. Оны айтқан жоқпын ба? Мына хат келгеннен кейін кешке қарай бір келіншек WhatsApp-қа жазады. Сандуғаш срочно неге кездесуге келсін деген. Ол кісі өзінің баласына барған екен. Сөйтіп баласы менің телефонымды берген, атымды берген, мына кісі срочно келсін СИЗОға деп айтқан, кездесуге, навстречу. Сол менен сұрап жатыр, сіздің о жерде кіміңіз жататын еді, кім бар еді о жерде, күйеуім, вот енді күйеуіңіз сол срочно сізді келсін деп айтып жатыр деді. Осы хат келді бүгін, кеше. И жаңағы WhatsApp-қа аудио келеді. Срочно келсін деген.